Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте дәмді кеспе құртақ немесе оңғыртақ деп дайындаймыз. Өте дәмді. Қамырын дайындап аламыз. Бірінші тұз, жұмыртқа, жылы сумен илейміз. Жақсылап июін қандырып. Сосын оны қойып қоямыз. Оған дейін етін турай береміз. Менде осындай сиырдың шұжығы. Шұжықтан істейін деп шештім. Өте дәмді болады. Етімді турап алдым. Шұжығымды екіге бөліп жақсылап қуырамыз. Майда қуырамыз. Бірінші өзін қуырып аламыз майда. Жақсылап қызарғанша. Сосын жақсылап қуырып алдық міне. Енді пиязымызды саламыз. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Пиязымызды саламыз. Пиязымызбен де жақсылап қуырамыз. Пиязымыз қызарғанша. Міне осылай жап қызартып қуырамыз. Енді картошкамызды, сәбізімізді салып тағы да қуырамыз. Мен тұз салмадым, өйткені бізде мынау шұжық тұзды, сондықтан су құйған кезде ғана тексерем. Міне кеңіз жақсылап қуырып аламыз да. Сосын суын құйып, жай отта қайнатып қоямыз. Еті пісіп қайнағанша, енді біз жайнамызды жая береміз. Бұғып тұр. Мына жерде. Жақсылап жаймамызды жайып, духовкамызды қосып қоямыз. Ішіндегі протеиндерін алып тастаймыз. Кім қалай істегісі келеді? Біреулер жаңағы табада қыздырады, кептіреді екен. Міне жаймамыз жайылды, осындай болды. Өте жұқа емес, өте қалың емес. Бір жайма менде шықты. Осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Сосын қызып тұрған духовкамызға кептіріп аламыз осылай. Мінекей. Бір жақ кепті, енді екінші жағын кептіріп аламын. Осылай бәрін кептіріп шығамыз. Бірінің үстіне бірі қоямыз. Суып қалмау керек. Суып қалса кеспе кесуге қиын болады. Ыстық күйінде ол оңай. Міне. Бөлшектерге бөліп ыңғайлы өзімізге орап аламыз. Кеспемізді кертіп шығамыз. Жіп-жіңішке де кертуге болады, жуандау қылып та кертуге болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы. Мен мына жерде өте жіңішке емес, орташа қылып кестім. Міне осылай кесіп аламыз. Кеспеміз дайын. Міне кеңізі. Осы тама кеспе шықты. Тамағымыз да пісті, етіміз де пісті. Енді міне осы су жеткілікті. Осы суға тұзын тексердім. Тұзы жақсы екен. Сондықтан тұз салмадым. Міне кеспеміз саламыз. Басында тотты қайнатамыз. 5 минуттай, сосын астын азайтамыз. Азайтып, тағы да бір 5 минуттай ұстаймыз. Үстіне сұйық құямыз, кішкене жабысып қалмау үшін. Мінекей мен сұйық май құйдым. Енді 10 минуттан кейін шамамен пысады. Бұл да пысады, бұл мінекейіңіз. Өте дәмді. Бұл тамақты дайындағанда арманда, дайындамағанда арманда. Мінекейіңіздер, мен тамағым дайын, өте дәмді, бәріне ұнады. Дайындап көріңіздер. Рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Рахмет.